Бүгін сканерлеген картаны вектор форматына ауыстырамыз, яғни кеңістікке тіркеп, оған жаңа сойлар қосып, сол картаны оцифровка жасаймыз. Мысал ретінде мен Алматы облысының картасын алып отырмын. Ең бірінші мен компьютердің рабочий столына Алматинская область деген папканы ашып, оның ішіне екі папка аштым. Біреу вектор, біреу растр деп аталады. Растр папканың ішіне привязка жасайтын, яғни тіркейтін картамды сақтап қойдым. Алматы region деп аталады. Бұл сурет JPEG форматында. Енді осыны тіркеу үшін ең алдымен біз бөліктарға қарап аламыз, яғни карта 74-ші бөліктен және де 82-ші градус боюына дейін келіп отыр. Тіркемес бұрын ең алдымен бұл картамыз қай зонада жатқанын анықтап аламыз. Яғни біз UTM VGS 1984 жылғы координата жүйесіне тіркейміз. Оны анықтау үшін калькулятормен есептеуге болады, себебі жер беті 6 градус зоналарға бөлінген. Менде 74-82 градустан алатын болсақ, мысалға ортасынан 78 градус табам, 78 градус бойлығын. Бұны 6-ға бөлем, себебі зоналар 6 градустан тұрады. Яғни 13 шығады. Егер де біз Гаусс-Крюгердің Пулкова 1942 жылғы координата жүйесіне тіркейтін болса, біз 13-ші зонаны аламыз. Ал біз қазір UTM VGS 1984 жылғы координата жүйесіне тіркейміз. Бұған 30-ды қосамыз. Себебі 0-дік бойлық 31 градустан басталады, яғни 43-ші зонада жатыр Алматы облысы. Немесе интернеттен де қарауға болады. Мысалы, интернеттен іздесеңіздер, мынандай схема шығады, яғни UTM зоналары, номерлар. Үстінде зоналар номерлар тұр, яғни 1-ден 60-ші зонаға дейін. Ал төменгі жағына қарайтын болса, бұл жерде бөліктер берілген. Яғни 0-дік меридиан, яғни 0-дік бойлығымыз бұл 30-ші зонаға тең болады. Яғни картамыз бізде 74 градус пен 82 градус аралығында жатыр. Мына жерде 74 пен 82-ның арасына алатын болсақ, бұл 72, 84 дейді, дәл ортасы 78 болады. Яғни 72 мен 78-ның арасына алатын болсақ, бұл 43-ші зона болып тұр. Яғни осы анықтасақ болады, мына суреттің астында кесте бар. Яғни әр зонада неше градус бөліктер жатқанын көрсетіліп тұр. Бізде 74-82, яғни мында 74-82-ні қарайтын болсақ, яғни 72-78 градус бөлік бұл 43-ші зонаға тең болады. Яғни 43-ші зона ортаңғы меридиан 75-ші бөлік, және де бұл зона 72 мен 78 градустар арасында жатыр. Яғни біз анықтадық 43-ші зона. UTM 43-ші зонада жатыр. Енді ArcMap'ты ашам. ArcMap'тан каталогты шақырам. Бұл жерде мен папкама connect жоқ екен, яғни қосылмаған, папкам ашылмаған екен. Connect to folder батырмасы арқылы мен өзім папкама көрсетіп ашып алам. Менің картам растрда жатыр. Неге Алматы region JPEG форматында.
осы картамның свойствосын ашып, special reference, яғни бұны ашқан кезде барлық картам жаңағы суретім туралы информация шығып тұр. Тек қана мына special reference, яғни пространственная привязка деген жерде бұл не определено деп тұр, undefined деп. Осыны өзгертем, яғни editқа басып, мен project координат систем, яғни осыған дейін мен VG84-ті қолданған болатым, избранный қосып қойғам. Сіздерде шықпауы мүмкін, сол үшін project координат системді ашып, бұл жерден UTM таңдайым. UTM-нің ішінен VGS 1984-ті ашам. Бұл жерде екі папкаға бөлінген, біреусі Northern, біреу Southern деп тұр, яғни бұл северное полушарие және южное деп тұр. Біздің Қазақстан экватордан солтүстікте орналасқан, сол үшін северное полушарияны таңдаймын. Бұны ашып, ішінен жаңа өзімнің зонамды таңдап аламын. Біз жаңаған анықтадық, 43-ші зонда жатыр. Яғни VGS 1984, UTM, зон 43N деген таңдап алам. Астында осы координата жүйесіне байланысты барлық информация жазып тұр. Яғни бұл проекциясы Transverse Mercator деп тұр. Центральный меридиан 75, яғни орталық меридиан 75 деп тұр. Географическая система координат GCS, VGS 1984. Датум VGS 1984 деп тұр. Яғни окей деп басам, яғни окей деп басқаннан кейін свойствода special references бізде өзгерді. Яғни барлық информация шығып тұр. Окей деп басып алам. Енді осы картамды ArcMapқа алып келем. Мен Алматы облысы бізде ашылды. Бұл координата бойынша тіркелген жоқ, себебі төмен жағына қарайтын болса бізде қазір метрмен шығып тұр. Енді осы метрді градус минусқа секундқа айналдырып аламын, себебі біздің картамыз градуспен берілген. Ол үшін frame данлықтың свойствосына өтіп, General'дан Display деген жерден Decrease minute seconds таңдағам, яғни градус минуты секунды. Окей. Енді мышқамды қозғап қарасақ, менде градус минут секундпен шығып тұр координаталар. Бір кез келген жерді, координаты белгілі жерді көретін болсақ, мысалы 82 градус пен 47 градустың қиылысына мышқамда келетін болсам, төмен жағында координаттар бізде дұрыс көрсетіп тұрған жоқ, яғни бізде бойлық 70 градус деп көрсетіп тұр, және ендік 0 градус деп тұр. Яғни біздің картамыз тіркелмеген. Картамызды тіркеу үшін toolbars арқылы georefrencing инструменттерін шақырамыз, яғни пространственная привязка орысша. Осы жерден 4 опорный точка беріп отырып, картамызды вектор форматына ауыстырамыз. Мен жоғарғы сол жақ бұрышынан бастайтын болам. Бұл инструменттердің соңғы инструменті Viewing Table дейді. Жоқ, бұл емес. Viewer арқылы картамызды жақындатып көріп, ол жерден белгілеген бізге ыңғайлы болады. Мысалға 46 градус ендікпен 74 градус бойлы қиылысқан жерді белгілеймін. Яғни мына жерді белгілеп аламын. 74-46. Үлкейтіп алғаннан кейін georeferencingтің Add Control Points деген инструментін басып, жаңағы мен бойлығымен ендігім қиылысқан жерден мышқаның сол жағымен бір рет басам, сосын екінші рет мышқаның оң жағымен басам.
сосын бұл жерде екіншісін таңдаймын, яғни input dms of longitude and latitude дегенді таңдап алам. Мен жаңа координаттарымды жазамыз, яғни 74 градус. Longitude бұл деген бойлық, долгота. 74 градус 0 минут 00 секунд, және де east-west, яғни восток-запад. Біздің Қазақстан 0-дік меридианнан шығысқа қарай орналасқан. Яғни east таңдаймын, то есть долгота восточная деген сөз. Астында широта, яғни бойлық. Бойлық 46 градус 0 минут 0 секунд. Бұл жерде бойлық солтүстік және оңтүстік деп бөлінеді. Қазақстан экватордан жоғарыда орналасқан, яғни солтүстікте орналасқан, сол үшін солтүстікті таңдаймын. N-ді таңдаймын, latitude northern деген. Окей. Яғни бірінші опорный точканы бердім. Келесі екінші нүктені оң жағын, жоғары жағын алам. Бұл жерде 82 мен 70 47 градустар қиылысын алам. 82 және 47 градустар қиылысын алам. Қайтадан add control points'ты басам, мышканың сол жағымен бір рет, және де оң жағымен екіншісін таңдап алам. Так, 82-47 болды. Бойлығы 74. Ендігі 44 градуста алам. Жетпіс төрт, 44. Және де төртінші нүктемді қосам. Егер де случайно басып қойсаңыздар, escape арқылы отмена бересіздер. 80 мен 43 қиылысын алам. Viewer'ді өшірем. Так, картамызға өтейік. Міне менде картам 4 жағынан тіркеді. Енді тіркелген нүктелерімізді viewing table арқылы көреміз. Яғни міне бізде 4 связь қосуда, 4 нүкте қосуда. Төмен жағында общая ошибка, средняя ошибка шығып тұр. Орташа қателік шығып тұр. Бұл жерде 374-ке тең. Негізінде бұлды нолға келтіруге тырысу керек. Себебі қазір мен жай ғана көрсетіп алған кейін ары қарата жасай берем. Негізінде мынаны нолға келтіру керек. Енді картам дұрыс орнатылғанын тексеру үшін мысалға бір нүктеге әкеп координатасын тексеріп көруге болады. Мысалға 81 градус пен 47 градустың қиылысына келетін болсақ, мышкан
төменгі жағынан біз көре аламыз координатор 81, яғни 80 градус 59 минут деп тұр. Бұл 81-ге почти 81 болып тұр. Және де 47 градус 59 минут 59 секунд шығып тұр. Ширатасы. Бұл почти 47 градус болып тұр. Яғни картамыз дұрыс тіркелді. Екінші әдіс базовый картаны қосып көруге болады. Яғни добавить таңдайтын жанындағы стрелканы басатын болса, екіншісін таңдаймыз. Add base map. Кез келген картаны қосып көруге болады. Мысалы, мен топографическая картаны қосам. Бұл базовый картаны қосу үшін интернет қажет болады. Картаның кішкене прозрачностін өзгертем. Свойствосына кіріп, прозрачность мысалы 65-ке қойып көрейін. Енді мысалы Алматы жақындатып көрейік. Менде қазір база карта бірінші ашуда, қазір үстіне картам қойып ашу керек. Картамызды өшіріп көрейік. Не Алматыға қарайтын болсақ, Алматы үстіне жаңағы картам Алматы тура түсті. Және де мына границаны қарайтын болсақ, қазір картамды өшірем. Яғни үстіне түсіп тұр. Енді маған базовый картаның қажеті жоқ. Бұны удалить жасайым. Яғни карта дұрыс тіркелді. Келесі бұны вектор форматына сақтау үшін, яғни привязанный картаны сақтау үшін georeferencing қаласам, пространственная привязка, resify, трансформировать. Бұл жерден output location, яғни карта қай жерде сақталатынын өзгертіп алам. Растрдың ішіне сақтаймын, яғни растр папкасын белгілеп алып, добавить дегенге басам. Name, яғни карта менде Алматы region 1 TIFF деп сақталады. Бұл TIFF форматында сақталады. Мұнда атауын өзгертуге болады. Мен өзгертпеймін, осылай сақтай берем. Маған ыңғайлы болады. Төмен жағында процестің қанша процентке орындалғанын қарап көруге болады. Болды. Енді добавить данные арқылы немесе каталогтан қосуға болады. Мен растрды басып, refresh, яғни обновить жасайым. Міне жаңа тіркелген картамыз шықты TIFF форматта. Енді осыны картаға арқмапқа кеп қосам, және де JPEG форматта карта уже қажеті жоқ. Бұны удалить етем. Енді осы картаны цифровать етеміз. Ол үшін бізге сойлар қажет. Сойларды вектор папкасын ішінен ашам. Яғни вектор таңдап, каталогтан. Мышканың оң жағымен басып, new, file geodatabase. Яғни бірінші біз база геоданықтарды создавать етеміз. Бұның атауын өзгертуге болады. Яғни Алматинская область деп сақтаймын. Векторның ішінде Алматинская область шықты. Енді осы
геобаза данлықтың мышканы оң жағымен басып new feature class деп таңдап аламыз. Яғни граница деп жазам. Name'да пробелмен қабылдамайды. Мысалға, слойыңыз 2 сөзден тұратын болса, онда нижнее подчеркивание арқылы жазасыздар. Келесінде псевдонимді толтырмауға да болады, немесе басқаша ат беруге де болады. Келесі type, яғни тип, бұл жерде немен берілетінді белгілеп алу керек. Бізде граница бұл замкнутый объект болады, яғни площадной объект, аумақтық объект болғаннан кейін мен полигон таңдаймын. Егер де басқа да объектті белгілейтін болсақ, мысалы, өзендерді белгілейтін болсақ, бұл line features, яғни линейный объект болады. Мысалы, жолдар жатады. Point дегені жаңа нүктемен белгіленетін объектілер. Яғни граница бізде полигон болады. Далее бізде project coordinate systems. Сіздерде қазір фаворит шықпай тұру мүмкін. Олай шықпайтын болса, мұнда add to favorite деп таңдап алуға болады. Және де жаңағы TIFF форматындағы система координатын импортировать етіп алып, қосып қойсаңыздар болады. Егер де бұл жер шықпай тұрса, осыға дейін картаға берілгенде ашып таңдап аламыз. Project Coordinate Systems, UTM деп. Оның ішінен VGS 1084, Северное полушарие и 43-ші зона деп белгілеп аласыздар. Далее, және де ең артында таблица атрибутовқа түсетін поляларды толтырамыз. Яғни object shape деп бұлар өзі шығып тұрады, яғни автомат түрде. Object деп жаңағы белгіленген объектілердің өзінің номерларын береді, яғни ID беріп отырады, және shape деген бұл формалары қандай формада белгіленетін етеді. Және де бұл жерге границаға тип деп қосуға болады, яғни type. Типқа біз бірінші жалпы Алматы облысының границасын белгілейміз. Ол бірінші тип болады. Екінші тип бұл ішіндегі райондардың границаларын белгілейтін боламыз. Тип болғаннан кейін бұл short немесе long. Integer таңдау керек. Short таңдай берем. Яғни мұнда жалпы мыналар short, long, integer деген бұлар санмен белгілейтін. Мысалы, нақты сандар, бүтін сандар белгілейді. Келесі float, double деген бұл үтірмен жазылатын сандарды белгілейді. Келесі текст деген ол уже әріптермен белгіленеді, жалпы сөздермен жазылатындар белгілейміз. Қалғандар көп қолданылмайды. Date, датамен белгіленеді. Және де бұл жерге name қосамыз. Яғни қандай район екенін жазу үшін. Бұл текстпен болады. Ең төменгі астындағы строкаларға қарайтын болсақ, length, яғни длина 50 символға дейін деп тұр. Бұны максимально 50 символға дейін жаза аласыздар. Бұны кішірейтіп жазуға да болады. Мысалға 25, 30 деп, мысалға 30 деп жазып қояйын. Яғни 30 әріпке дейін, 30 символға дейін жазуға болады. Finish. Енді осы границайды жаңа автомат түрде ішінде бөлуге болады, яғни граница области немесе граница
районов деп белгілеуге болады. Ол үшін границаның свойствосына өтеміз. Бұл жерде subtypes вкладкасын ашамыз. Subtypes file дейді, яғни жаңағы поле қайсын, қай не бойынша, қай категория, қай поле бойынша бөлінеді, яғни бұл тип болады. Бірінші кодтағы тип бұл бізде граница области, яғни Алматы облысының шекарасын белгілейміз. Ал екінші код бойынша бұл границы районов. Применить, окей. Так, мында шығу керек болатын. Жарайды, келесі сойды қоса берейін. Қазір мен бір-бірден көрсетем. Бір полигонды сойды қосам, бір сызықтық объекті қосам, бір нүктелік объектіні қосам. Келесі сызықтық объект қосайық. Бұл бізде гидрография. Гидрографияға біз өзен көлдерді жатқызатын боламыз. Сол үшін feature datasetті басайық, яғни гидрография деп бір класс ашып алайық. Гидрография. Далее координаты жүйесін таңдаймыз. Z координаты бізде қажет жоқ, және де финиш. Енді осы гидрографияның ішіне екі жаңағы слойымызды ашамыз. Яғни гидрографияға new, feature класс, бұл жерде бізде реки болады. Реки бізде линейный объект. Далее реки лапс. Тек атауын жазамыз. Яғни өзендердің тек аттарын ғана жазатын боламыз. Егер де тағы да қосымша мәліметтер жазатын болсақ, бұны каталог арқылы тағы да мында қосуға болады кейінірек. Мен қазір тек қана атауларын жазатын боламын. Так, ұзындығын 15-ке дейін өзгертуге болады. 15-тен асатын өзендер жоқ деп ойлаймын. Қайтадан гидрографияға басам. Гидрографияда бізде тағы көлдер бар. Озера. Озера бізде полигонмен белгіленеді. Далее жерге атауын жазамыз. Name, текст. Так. Бұл гидрографиядан басқа сулы объектілер жоқ. Енді населенный пункттар қосамыз, яғни Алматы облысы база геоданыққа басып, new feature класс. Населенные пункты. Point features болады. Так.
бізде пробел болмау керек. Нижнее подчеркивание арқылы жазамыз населенные пункты. Далее система координат задавать етеміз. Далее. Так, населенный пунктта біз елді мекендердің атауларын жазамыз. Текстпен. Населениесін жазамыз. Яғни халық санын. Population. Population бізде бүтін сандар болады. Бүтін сандар болса. Так, short integer таңдайық. Және де тип таңдау керек. Себебі бізде жай ауылдар болады, районный центрлар болады, қалалар болады. Және де ірі қалалар болады. Сол үшін типқа бөлім. Типті short integer finish. Енді жаңағындай населенный пунктті тағы да бөлу керек болады, яғни properties. Бұл жерде type бойынша белгілейтін болсақ, бұл бізде крупные города деп белгілейін. Екіншісі районные центры. Үшіншісін ауылдар. Крупные города, районные центры. Так. Населенные пункты дей салайын. Окей. Тағы да жолдарды қосу керек. Жолдарды енді өздеріңіз жасап қойғызып аласыздар. Енді осылардан бір-бір объектіні белгілеп көрсететін боламын. Так, каталогты пока жауып қоямын. Пространственная привязка тоже бізге қазір қажеті жоқ, оны өшіріп тастаймын. Енді бізге эдитор керек. Редактор. Редактирование екі әдіспен қосуға болады. Бұл эдитор арқылы, эдитор start editing. Немесе, мысалға, населенный пункт керекті слойға басып, мышканың оң жағымен басып, edit feature start editing деп редакторды қосуға болады. Мысалы, Алматыны белгілейтін болсақ, эдитордың соңғы инструментін басамыз, create features. Осы жерден қай слойды белгілейтініміз таңдап аламыз. Біз населенный пунктыдан бастаймыз. Населенный пунктыны таңдап алып, астында point. Енді бай белгілейміз. Келесі атрибуттарды ашамыз. Бұл соңғы жаңа үшінші инструмент. Name бұл жерде Алматы. Және population'ды сразу жазуға болады. Мысалға, грубо жаза салайын 1 миллион деп. Немесе артынан қарап алғанын жазуға болады. Пока null деп тұра берсін, артынан қарап жазып алатын боламын. Тағы да бір қаланы белгілейін. Мысалға, Алматының жанында Бораудай, немесе мысалға Талғар.
талғар. Населениесін сосын жазып аламын. Бұл крупные города. Немесе район центр деп. Таңдаймын. Окей. Енді таблица атрибутты ашып қарайтын болсақ, міне менде жаңа белгілеген екі нүктем шығып тұр. Алматы және талғарды белгіледім. Келесі бір өзенді белгілеп көрейік. Мысалы, мына Қапшағайдан шығатын өзенді алып көрейік. Түрген. Мысалы, Түргенді белгілеймін қазір. Қайдан create features. Рейкейт таңдап аламын. Және де Түргенді бұлай белгілейміз. Негізіне бұлай жақындатып белгілеу керек, чтобы точно болу үшін. Мен үшін аяқта сайын негізінде аяғына дейін сызып шығасыздар өздеріңіз. Атрибуттарын ашып, бізде тек бір графа ғана екен. Name Түрген деп жазамыз. Келесі көлдер, яғни бір көлді белгілеп көрсетейін. Қапшағайды алайын. Так, озерын таңдаймын, полигон. Менде нақты отқан жоқ. Сол үшін картаны жақындап, негізі нақты сызып шығамыз. Мен қазір группа сызып жатырмын.
және завершить ету үшін мышканы 2 рет басып завершить жасаймыз. Атрибутты ашып, бұл Қапшағай деп жазамыз. Ой. Таблица атрибутты ашып қарайтын боламыз. Міне Қапшағай шығып тұр. Осылай оцифровка жасалынады. Редактирование жасап болғаннан кейін editor, save edit деп сақтап аламыз обязательно. Сосын editor, stop editing. Және де картамызды сақтап аламыз. File, save as. Және де сақтайтын папкамызды таңдамыз. Менде Алматы облысы. Бұл жерге картама Алматинская область деп сақтаймын. Енді жаңа папканы ашып қарайтын болсақ, міне жалпы Алматинская область, міне мен картам, жаңа мап картасы. Растрдың ішінде менде жаңа бір ғана файл болатын. Алматы region деген JPEG форматтағы файл болатын. Жаңағы привязка жасаған ең бізде без файл пайда болады. Егер де случайно осы бір файлдың біреусі жоғалып кететін болса, немесе өшіп кететін болса, картамыз ашылмай қалады. Және де вектордың ішіне кірсек, бұл жерде бізде слойлар сақталған. Жаңа база геоданных Алматинская область GDB форматында. База геоданных ішінде жаңа слойларымыздың файлдары. Бұл жерде солай. Бір файл жетіспейтін болса, жаңа слойларымыз картада ашылмай қалады.